Құрметті көрермен, біз сіздерге қайта оралдық. Қазір Перизат өзің білесің, енді балалардың бірінші тоқсанды бітіріп демалысқа шыққан кезі. Енді балаларды қайда апару керек демалыс күндері? Әрине, қуыршақ театрына апару керек. Біздің студиямызда құрметті қонақтарымыз келіп жайғасты. Мемлекеттік қуыршақ театрының талантты артистері ендеше биді қарсы алыңыздар. Керемет билейді екен, тамаша. Бәрекелді, керемет. Ал, жайғасаңыздар. Руслан Абу және Гүлназ Абсаттар бізде қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Және де мен бір сәлем салып жіберем деп едім біздің қуыршақтар көрермендерге. Демек, отырып алыңыздар. Билеп сәлем салып қойды ғой енді. Өздері шаршап қалды билеп. Өздері шаршап. Әнәйтпесе, иіліп тұрып сәлем берді. Бәрекелді. Қош келдіңіздер дейміз. Жайғасыңыздар, Руслан, Гүлназ. Қош келдіңіздер. Қош көрдік, рахмет. Керемет, анан билетудің өзі бір саусақтың несі керек сияқты, саусақтың шапшаңдығы керек сияқты. Ал, сіздерді қош көрдік дейміз. Қайырлы таң сіздерге. Енді биыл қазан айында енді қуыршақ театры бірнеше театр фестивальдарына қатысты. Сол жерде жүлделі орындар да бар. Сол жайлы бізге айтып берсеңіздер. Қандай фестиваль? Алдымызда мінекей бірінші орын иеленген кубок тұр, диплом тұр. Осы жайлы айтып берсеңіздер. Қуыршақ театры қазан айында бір емес, 3 фестивальге қатысты. Біреуі ең біріншісі Көкшетау қаласында өткен Теарт Көкше фестивалі. Ол фестивальға Абай впечатление деген спектакльмен қатыстық. Және камераға бет көрсетіп жіберсеңіз, ол фестивальде біздің театрымыздың режиссері Антон Зайцев қойған, үздік режиссер атанды. Ол орыс театрлар арасындағы фестиваль. Біздің қуыршақ театрымыз екі тілді театр болғандықтан орыс және қазақ тіліндегі фестивальдерге қатыса береді. Және одан кейін бірден Көкшетаудан Қарағандыда сын шын болсын деген Әшірбек Сығай атамыздың атындағы фестиваль болды. Ол драм театрлардың арасындағы фестиваль. Сол драм театрлар арасындағы жалғыз қуыршақ театры болып қатысты, және бірінші орын иеленді. Міне, сол бірінші орынның сый құрметке алған біздің мадақтауларымыз, міне, бірінші орын алдық. Одан кейін Турция мемлекетіндегі Анкара қаласында Анкара қуыршақ театр фестиваліне қатыстып, ол жерде де міне өзіміздің арнайы жүлдемізді алып, жақын арада ғана түрік мемлекетінен келдік. Оралдыңыздар. Қанша мемлекеттің театры қатысты, қуыршақ театры? 10-нан астам мемлекет қатысты. Оның арасында Молдова, Ливан, Голландия, Қазақстан, Нидерланды. Кәдімгідей елдер, мемлекеттер қатысыпты. Ал енді айтыңыздаршы, қай жағымен сіздер ерекшеленіп, біздің Қазақстанның қуыршақ театры, қай жағымен ерекшеленіп бірінші орынды алды? Және де айырмашылық қандай басқа мемлекеттердің қуыршақ театрының? Қуыршақ театрлары қандай екен? Әлсіздеу ма? Енді олардың айту бойынша дәл сол фестивальдегі ең фаворит болған біздің театр деп айтады. Біздің театр дәл сол фестивальдің деңгейін көтеріп жүрген қойылым деп айтып жатыр. Енді бізге барлығы басын иіп, одан кейін дәл сол фестивальдерден басқа да фестивальдерге шақыртып алып жатырмыз. Міне Көкшетау қаласынан Казань қаласына шақыртып алдық. Одан кейін Анкара қаласынан бізді қателеспесем Наурызда Бурса қаласына шақырды. Дәл сол фестивальден көріп, бізді енді Алла бұйыртып жатса, сол фестивальдерге барамыз деген ойдамыз. Бәрекелді, керемет. Енді жеңіспен оралуларыңызды тілейміз. Әрбір фестивальден
біздің бізді студиямызға қалай керемет келіп қуантады, иә, шетелге барып, соншама театрдың арасынан топ жарып бірінші орын алған ол үлкен мәртебе. Енді бағана айтып жатырмыз ғой, Бауыржан айтып жатыр, демалыс басталды деп. Балалар қазір үйде демалып жатыр. іш пісіп кетеді балалардың. Біздің миымыз ашып кетеді ол кезде. Қуыршақ театры осындай демалыс кезінде не ұсынады балаларға? Бағдарлама қандай қазіргі осы жақын күндері? Қазіргі бағдарлама негізі біздің театр балаларға арналған қойылымдарды қоятын болғандықтан, әдеттегі уақыттарға қарағанда бізде қойылымдар қазір көбірек. Яғни бізде сағат 12-де орыс тілінде спектакль қоямыз. Қазір мен қалам жоқ, мен жазып алайын деймін. Сағат YouTube-қа 12-де шығады ғой, сол жерден көріп қайтадан. Бізде және де Instagram парақшадан қарап отыруға болады. 12-де орысша спектакль, 2-де қазақша спектакль, және де 4-те ол әр кезде әрқалай, немесе қазақша, немесе орысша спектакльдер қоямыз. Күн сайын өтеді, иә? Күн сайын. Жексенбі, сенбі емес? Жұмыс күндерде жүре бере ме? Дәл қазір демалысқа байланысты біз күн сайын ойнап Күн сайын. Керемет. Тамаша. Ал негізі кәдімгі кезде жаңағы бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі 4 күн міндетті түрде спектакльдер болады. Тамаша. Мен мысалы кішкентай қызым 2-ден бастап бара берсе болады ғой, негізі? Негізі алып келуге болады. 2-ден бастап алып келсе болады. Арнайы қойылымдар бар, әр қойылымның өзінің жасаралық қойған талаптары бар, мөлшерлері бар. Мысалға бір қойылым 3 жастан жоғары, бір қойылым 1 жастан жоғары, бір қойылым 18 жастан, бір қойылым 21 жастан. Қандай премьералар ұсынасыздар? Осы жылы жаңа бір премьералар бар ма? Тұсаукесер. Тұсаукесерлер болды. Бізде үйшік, теремок 2 тілде жүреді. Дәл солай жетілақ қойылымы бар, балаларға арналған. Кішкентай сіздің қызыңызды алып келсеңіз болады. 2 жастан жоғары үйшік қойылымы. Үйшік андай малышарики дегендер жоқ па? Көріп жүреді ғой. Енді қараңыздаршы, балалардың көретін қазіргі жаңа мультфильмдері ғой, білмеймін. Иә. Бірақ менің бір қызықтыратын нәрсе, қазір көбісі, балалардың көбісі жаңағы YouTube-тан шетелдің мультфильмдерін көріп, соған басымен кіріп кеткен. Олар жаңағы тірі қалыпта Қуыршақ театрының қойған қойылым қалай қабылдайды? Жоқ, сондай қойылымдар бар ма сіздерде? Мысалы, неге сондай қоймасқа? Қабылдай алмаушылық деген бола ма? Қалай жалпы балалардың қабылдауы? Жалпы негізі қойылымдарды өте жақсы қабылдайды. Барлықтары ата-аналар да, балалар да риза болып, рахметтерін айтып, күшті көңіл күймен кетіп жатады. Бір келген адам қайта-қайта келеді бізге. Ал жаңағы айтып жатқан мультфильмдердің желісі бойынша қойылған бізде тек қана қазіргі заманауи мультфильммен қойылған қойылым жоқ, бірақ та аты әлемге танылған, өзіміздегі мысалға кең таралған, ертегілермен желісімен қойылғандар бар. Дюймовочка деген жетілақ, өзі білесіздер ғой енді. Бұл енді жаңағы ертегі әлемнің шедевр, жаңағы классикалары. Солармен қойылған, оларға өте көп қойылымдар келеді, адамдар келеді, Буратино қойылымдары деген сияқты. Енді мынау негізі сіздеріңіз енді мүмкін болашақта мына жоспарды жүзеге асырасыздар. Неге қазіргі заманауи бір мультфильмдердің кейіпкерлерін осы Қуыршақ ретінде бір қойылым қоймасқа? Неге деген? Енді болашақта мүмкін енді өздеріңізге пайдасы тиер деген. Енді мынау жалпы Қуыршақ театрының актері болу, бұл енді бір жеке бөлек әлем, жеке бір өнер десек те болады. Өзінің бір қиыншылықтары бар. Өзінің қиыншылықтары бар. Енді бұл жаңа Қуыршақ театрының актері болу үшін бұл арнайы мамандық қажет етеді, арнайы. Сіздер оқыдыңыздар ғой соны? 4 жыл оқыдық. Өйткені кейбіреулер жаңағы өздерінің ішкі талантымен жаңағы алып кетіп жатады. Енді айта қойыңыздаршы, Қуыршақ театрының актерінің осы жұмысындағы қиыншылықтары қандай? Мен негізі Қуыршақ мамандығын оқымаған өзім. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында. Мен драма театр және кино артист мамандығы бойынша оқығам. Актрисасыз? Иә, актрисам. Бірақ маған мен тура осы Қуыршақ мамандығын оқыған жоқпын, Қуыршақ жүргізу жағынан. Оны осы театрға келе біздің алдымыздағы артистерден сабақ ала келе үйрендім. Практика жүзінде көріп келе жатырмын. Негізінде студент болып жүріп, бұны мен көрген жоқпын. Мен әлі де үйреніп келе жатырмын десем де болады. Негізінде бұлай сахнада өзіңді көрсеткеннен гөрі Қуыршақты көрсету кішкене қиынырақ. Әрине. Өйткені анаған тірі жан сияқты анаған жан бітіру керек. Жан тәндеріңізді бересіздер ғой ананы ойнату үшін. Бар назарымызды сол Қуыршаққа аудармасақ, ол бір жансыз нәрсе болып қалады. Сондықтан да
біз бір қойылымды шығарардан бұрын өзімізден гөрі қуыршаққа мәнді көбірек аударамыз. Жағдайын жасаймыз. Иә, дейсіздер тек ғой. қуыршақтың жағдайын Ана жасаймыз. қымбат мейрамханаларға барып деген сияқты күтіп. Ал енді театрда қанша қуыршақтар бар қазір? Театрда 500-ге жуық қуыршақ бар. 300-ге жуық. 500-ге жуық. Ол енді, мысалы, біздің қуыршақ театрының қаншама жылдық тарихы бар ғой, бұрыннан келе жатқан қуыршақтар бар. Қазір ол қуыршақтар тек қана біздің фойемізде, енді олар қазір жұмыс жасамайды. Жаңағы кейбір жерін бір механизм бір жер кетіп қалған, бірақ бір тарих болсын деп біз оны фойемізге қойып қойғанбыз, яғни келген көрермендер келіп қарап, көрме секілді қойып қойғанбыз, қойылым алдында қарап көрсе болады. Негізі анау қуыршақтардан мен өзім кішкентай кезімде қорқатынмын. Андай бір жаңағы елестетіңіздерші, жаңағы бір бөлмеде ана бір механизмдер істемей қалған қуыршақтар бетіп бүкіл жаңағы Сен қорқынышты фильмдерді көп көріп қойғансың ғой, жай ғана. Жоқ, негізі деймін да, негізі мен қызым ұйықтамайтын кезде бар. Жарайды, ол енді өзімнің әңгіме. Сіздерге көп рахмет негізі келгендеріңізге. Енді дәл қазір осы жағдайды пайдалана отырып, біздің кішкентай көрермендерді театрға шақырсаңыздар болады. Шақырыңыз. Құрметті ата-аналар, құрметті көрермендер, құрметті біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз, сіздерді қазіргі осы 1-90-ның аяқталуына орай кішкене рухани байығыларыңыз келсе, біздің қуыршақ театрына жаңа қойылымдарға келсеңіздер болады. Бізде интерактивті ойындар, интерактивті спектакльдер өте көп келіп, ата-аналар өз бүлдіршіндеріңізді алып келіп, балаларыңыздың танымдық деңгейін жоғарылатуға сіздерді шақырамыз. Біздің мекен жайымыз Пушкин көшесі 63. Руслан, өзіңізден бір ауыз сөз болсын. Иә, мен Гүлназға толықтай қосыламын. Келіңіздер, біз сіздің есік үшін әрқашанда ашық, құрметті балалар. Біз сіздерді күтеміз. Бәрекелді, керемет. Соңғы сұрақ, бүгін бар ма сіздерде қойылымдар? Бүгін бар, бүгін сағат 12-де және 2-де ертөстік қойылымы, және сағат 4-те орысша теремок қойылымы. Бәрекелді, керемет. Ертөстікке біз балаларымызбен барып көргенбіз. Келіңіздер. Көп рахмет, келгендеріңізге рахмет. Биік белестерден көріне беріңіздер. Біз әрқашанда тілеулеріңізді тілеп жүреміз. Рахмет сіздерге. Сіздерге де рахмет.